Сәлем достар. Берекелі ереке YouTube каналы. Менің есімім Ерболат Ақбергенұлы Мыңғышпанов. Бүгінгі тақырып ақшамды шешіп алсам бола ма деген сұраққа жауап. Көп клиенттер шот ашатын кезде жинап алады да, сосын мен ақшамды шешіп алсам бола ма, ол шешіп алғанда қандай болады жағдай деген сияқты ақпараттар болады, сұрақтар болады, соның барлығына жауап. Бұл видеоны көрмес бұрын өтініш, рассылка жасаңыздар, подписация етіңіздер, лайк қойыңыздар достар. Енді сіздердің жиі қойылатын сұрақтардың бірі ақшамды шешіп алсам не болады деген сияқты. Жақсы, егер қараңыздар, шотты аштыңыздар Жилстройсбербанкта, шотты ашу бізде тегін ашылады. Алғашқы жарна қанша салғыңыз келеді, ол өзіңіз білесіз, өзіңіздің семейный бюджет дейді, яғни отбасылық бюджетке зақым келмейтін ел, өзіңіз қанша жиналасыз, соншаға ашасыздар. Жақсы, жинап келе жатырсыздар. Егер жинаған уақытыңызға бір ай уақыт өтпесе, салған ақшаңыз бір ай уақыт өтпесе, бір айдан кейін ақша салдыңыздар, бір ай өтпей бізге келіп, мен ақшамды снимать етіп алуым керек болып тұр, маған срочно керек болып тұр дейтін болсаңыздар, онда шешіп алатын суммадан 1% ұстайды. Мысалға, әрбір миллион теңгеден 10 мың теңге ақша ұстайды. Сосын 5 мың теңге за расторжение ұстайды. Яғни соны депозит жапқаныңыз үшін. Және егер сол уақыттың ішінде мемлекеттік сыйақы алып үлгерген болсаңыз, онда госпремияны да ұстап қалады. Міне, достар, түсінікті ме? Ал егер бір айдан асып кетті салғаныңызға, бірақ әлі 3 жыл толған жоқ. Бір айдан ашты, 3 жылға толмаған шотты келіп снимать ететін болсаңыз, ақшаңызды расторжение жасайтын болсаңыз, онда суммаға байланысты емес, қанша ақша снимать еткеніңіз байланысты емес, барлығын 5 мың теңге ұстап қалады, және мемлекеттік сыйлықақыны қанша алып қалдыңыз, соның барлығын алып қалады. Бұл мемлекеттік сыйлықақы бюджетке қайтадан кетеді. Мемлекеттік сыйлықақы туралы толық ақпаратты басқа видеомда айттым. Сол туралы қарасаңыздар, мемлекеттік сыйақыда ол жерде жазып тұр. 3 жылға дейінгі депозитті расторжение жасаған үшін мемлекеттік сыйақы қайтадан бюджетке кетіп қалады. Ал енді егер 3 жылға толған депозитті, мысалға кейбіреулер болады, 3 жыл жинап келеді, жоқ, мен болды, керек емес, маған тек ақшамды қайтып аламын десеңіз, онда тек қана 5 мың теңге ұстап қалады. Болды. Басқа ақша ұстамайды. Яғни мемлекеттік сыйлықақыны да береді, банктың қосқан ақшасын да береді. Түсінікті, мына 3 жылға толмаған болса да банктың сыйлықақысын береді, бірақ 5 мың теңге отдельно ұстап қалады. Міне, ал егер кейбір жағдайларда болады, айтады, мен барлығын ақшамды снимать етпеймін, тек бір бөлігін ғана снимать етіп, қалған бөлігін алып қалам дейді. Сондай жағдайда, мысалға айталық, клиент 40% ақшамды алып қалам, 60% ақшамды шешіп алам дейді. Мысалға, миллион теңгенің 400 мың тастап қалам, 600 мың теңгемді алам дейді. Сол кезде банковский вознаграждение бар ғой, сіздердің сыйлықақылар осы уақытқа дейін алып өткен, солай пропорциональный бөлінеді, 40%, 60% деп бөлінеді. 60%-ін жойылып кетеді, 40% ғана сіздің қалған депозитіңізде қалады. Ал енді мемлекеттік сыйлықақы, егер сіз 3 жылға дейінгі депозит алып отқан болатын болсаңыздар, онда 60% мемлекеттік сыйақыны сізден ұстап қалады да, 40%-ын ғана бұрынғы тастап кеткен шотыңызға қалдырып қояды. Сондықтан 60% мемлекеттік сыйақыны алмай қаласыздар. Ал егер 3 жылдан асқан болатын болса, онда тек қана 40% қалады, 60% мемлекеттік сыйақыны аласыздар. Ал енді шешіп алған жағдайда, бұл енді әрине өзіңіз үшін де және банк үшін де ол қолайлы емес, сізге тем более қолайсыз. Өйткені неге кемшіліктері бар да, оны қараңызшы. Бірінші кемшілігі, өзіңіздің армандап жүрген, сіз енді шот ашқан кезде армандадыңыз ғой, осы үйлі болам, үй алам деген, сол арманыңыз алыстайды. Міне, сіз 3 жылдан кейін алам деп қатқан кезде, 1 жылдан егер снимать етіп алып кетсеңіз, 1 жылға тағы да алыстатып жібердіңіз арманыңызды. Ол бір, Екінші, келешекте алам деген кредитіңіздің проценті жоғары болады. Өйткені неге? Өйткені сіздің банковский вознаграждениеңіз азайып қалды. Банковский вознаграждение азайып қалды деген сөз. Ол сіздің келешекте алатын займыңыздың проценті жоғарылайды деген сөз. Неге? Өйткені банковский вознаграждение аз болған сайын процент ставкасы жоғары болады. Егер банковский вознаграждение көп болғанда, онда сіздің процентіңіз төмен болар еді. Білесіздер, банковский вознаграждение 160 мың болса, 5-ке 5 қосып 10 миллионға үй алуға, без подтверждения дохода алуға болады. Ол алдыңғы видеоларымда бар. Енді егер сіз акиматтық очередник болсаңыз,
мынандай вообще снимать ету, ақшаны алып алу деген вообще ойға келмесін. Неге дейсіз? Өйткені госпрограмма қатысу үшін көп жағдайда балл керек бар. Ал балл дегеніміз сіздің вознаграждениеңіз, достар. Вознаграждениеңіз азайып қалады. Автомат түрде қарасыз, вознаграждение 40%-ын алып қаласыздар, 60%-ын снимать етесіз, 60%-ның вознаграждение азайып қалады. Мысалы айтайық, 100 мың вознаграждение жинап алған болсаңыз, 60 мың кетіп қалады, 40 мың ғана қалады. А вознаграждение көп болса, сізде шансыңыз да көп болады еді, ол. Және сосын мемлекеттен берген сыйлық ақырында да оны алмайсыз, 3 жылға дейінгі шотта снимать ететін болсаңыз. Сондықтан қараңызшы қандай кемшіліктер бар. Бұл мен тек қана еске түскенім ғана, ал егер бұны ары ойлай беретін болсақ, одан да көп кемшіліктер бар. Сондықтан өзіңіздің болашағыңызға балта шаппаңыз, құрметті клиент, тыңдап отырған клиент. Мен сізге тек қана жақсылық тілеймін. Жинақтай беріңіз. Бұл мемлекеттік банк болғаннан кейін сенім 100% сенімді болуға болады. Бұл жермен көп адамдар, көп жанұялар үйлі болып жатыр. Осындай біздің айтқан кеңесімізбен, біздің беріп отқан бағытымызбен көп адам, көп жанұя үйлі болып, өзінің бақытына жетіп жатыр. Сол бақытқа жеткен, арманға жеткен біреу сіз болыңыз. Берекелі ереке, ерекең бар жерде берекең бар.